Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен беляши дайындайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға жылы су құямыз. Оның үстіне жылы сүт, тұз, қант және құрғақ ашытқы салып бәрін араластырып аламыз. Содан соң сұйық май құйып, бір жұмыртқа салып жақсылап араластыратын боламыз. Енді аз-аздан ұн сала отырып, араластырып, біркелкі қамыр жасаймыз. Венчикпен, қасықпен араластырып, қолмен қамыр илейміз. Қамырдың бетін жауып, жылы жерге қоямыз. Шамамен 1 сағат, 1 сағат жарымдай. Бізде қамыр жақсы болып көтерілуі керек. Қамыр керемет көтерілді. Енді қолымызды майлап, осы қамырды тағы илеп жібереміз. Қамырды бірнеше бөліктерге бөліп шығамыз. Бөліктерді алып, жұқалау етіп, оқтамен жазамыз. Салмасына тартылған ет, пияз, тұз, бұрыш, үстіне кішкене май қосып араластырамыз. Ал енді салмасын алып жаямыз. Сосын оны түйіп шығамыз. Барлық бөлікті дәл осылай жасап шығамыз. Табаға көп мөлшерде сұйық май құйып қыздырамыз. Енді беляшиді салып, екі жағын қызартып пісіріп алатын боламыз. Міне беляшиміз дайын болды, жып-жұмсақ болып шықты. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар, достар.